Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9 сынып алгебрасының 24-те 16 есебін шығарайық. Бізде өрнекті ықшамдау керек. Так, бізде мына формула арқылы синустарымыздың ашып алайық. Қалай ашамыз? Синус альфа плюс беттада бізде ашылады синус альфа косинус бетта қосылған косинус альфа синус бетта деп. Және азайтылған екінші жақшаның ішінде ашайық. Синус альфа косинус бетта азайтылған косинус альфа синус бетта. Және астында да бізде не болып ашылады? Синус альфа косинус бетта қосылған косинус альфа синус бетта қосылған. Так, бұл жерде біз жақшаны ашқан себебі сыртында бізде минус таңба тұр. Ал бұл жерде плюс таңба, бізде таңба ауыспайды, сондықтан да жақша ашпасақ та болады. Косинус бетта азайтылған косинус альфа синус бетта. Енді бізде бөлімін қарайық, ол бізде асты. Қысқартуларды орындайық. Косинус альфа мен синус беттамыз бізде қысқарып кетеді. Себебі біреуінде плюс, біреуінде минус тұр. Ал мына екеуі бізде қосылып кетеді, себебі екеуі де бірдей, синус альфа косинус бетта біреуі бар және екеуі. Демек жазаламыз 2 синус альфа косинус бетта деп. Және алымына қарайық. Енді синус альфа косинус бетта алымында біз жақшаны ашамыз. Яғни жақша ашқанда бізде минус синус альфа косинус бетта болады да, мына минусымыз плюс болып кетеді. Плюс косинус альфа синус бетта. Сонда бізде не қысқарады? Синус альфа мен косинус беттамыз қысқарып кетеді. Сонда қалады косинус альфа синус беттамыз. Сонда 2 косинус альфа синус бетта бөлімінде 2 синус альфа косинус бетта. Сонда екілеріміз қысқарып кетеді, басқа қысқарту жоқ. Так, қарасақ бізде альфалар мен альфа, бетта мен бетта бар. Мынаның өзі бізде косинус альфаның синус альфа қатынасы бізде котангенс альфаны береді формула бойынша. Ал мынау синус альфа мен косинус беттан қатынасы бізде тангенс бетта береді деп осылай жаза аламыз. Яғни синус пен косинустың қатынасы тангенсті береді. Косинус пен синустың қатынасы бізде котангенсті береді. Бұл жерде бұрыштарымыз альфа және бетта болып тұр. Келесі екіншісі де бізде дәл жаңағындай формула арқылы ашып алайық. Косинус альфа плюс беттамыз қалай ашылады? Косинус альфа косинус бетта қосылып азайтылған синус альфа синус бетта. Және қосу болса жақша ашпасақ болады. Екіншісіне бізде не болады? Косинус альфа косинус бетта қосылған синус альфа синус бетта болады. Және бөлімінде косинус альфа косинус бетта азайтылған синус альфа синус бетта болады. Және минус жақшаны ашайық, минус болғасын жерде. Косинус альфа косинус бетта қосылған синус альфа синус бетта. Сонда бұл жерде үстін қарасақ бізде нелер қысқарады? Минус синус альфа синус бетта мен плюс синус альфа синус бетта қысқарады. Мына екеуі қосылады, яғни 2 косинус альфа косинус бетта болады. Және бөлімінде косинус альфа косинус бетта азайтылған синус альфа синус бетта. Және жақша ашсақ минус косинус альфа косинус бетта. Және плюсымыз бізде минус қайналып кетеді, минус синус альфа синус бетта болады. Так. Сонда қарайық, не қысқарады бізде? Косинус альфа мен косинус бетта қысқарады. Минус синус альфа мен минус синус беттамыз бізде қосылады. Минус 2 синус альфа синус бетта болады. Және алымында 2 косинус альфа косинус бетта бар. Так, екілеріміз қысқарып кетеді. Минусымыз қалады. Не береді тағы да? Мынауымыз котангенс береді. Котангенс альфа, мынауымыз да котангенс беріп тұр. Котангенс бетта. Так, келесі бізде синус альфа косинус бетта қосылған косинус альфа синус бетта болып ашылады. Және қосу тұрса жақша ашпай қоя қойсақ болады. Синус альфа косинус бетта минус косинус альфа синус бетта болады. Және бөлімінде косинус альфа косинус бетта азайтылған синус альфа синус бетта қосылған болса жақша ашпасақ болады. Косинус альфа косинус
бета қосылған синус альфа синус бета. Және бізде міндетті түрде қысқартулар бар. Так, минусты қарасақ, бізде косинус альфа синус беттамен плюс косинус альфа синус беттамыз қысқарады. Мына екеуі бізде қосылып кетеді. 2 синус альфа косинус бета. Және бөлімін қарайық. Минус синус альфа плюс синус беттамен плюсіміз қысқарады. Және мынау екеуі ғой бізде 2 косинус альфа косинус бетта болады. Енді мында тағы қысқарту бар. 2 мен 2 қысқарады, және косинус бетта мен косинус беттамыз қысқарады. Сонда қалады синус альфа мен косинус альфа. Және бұл бізде формула береді, яғни тангенс альфаны береді. Так, келесі бізде мынаны ашсақ, косинус альфа косинус бетта минус синус альфа синус бетта. Және азайту болған жерде біз жақша ашайық. Косинус альфа косинус бета қосылған синус альфа синус бета. Және бөлімінде синус альфа косинус бета қосылған косинус альфа синус бета. Және азайту болған жерде тағы жақша ашайық. Синус альфа косинус бета азайтылған косинус альфа синус бета. Енді біз не істейміз? Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқанда мынауымыз минус болып шығады, мынауымыз да минус болып шығады. Мынау минус болып шығады, мынауымыз плюс болып шығады. Соны жазайық. Косинус альфа косинус бета азайтылған синус альфа синус бета азайтылған косинус альфа косинус бета азайтылған синус альфа синус бета. Жақша ашқанда жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсыға өзгереді. Әрқашанда таңбадан қателеспеуіміз керек. Таңбадан қателессеңіз, сізде есептеріңіз нәтижесі дұрыс емес шығып қалады. Сондықтан таңба кезінде бізде мұқият боламыз. Мынауымыз бізде плюске ауысып кетеді. Сонда қысқартуларды қарайық. Қысқарту қарау үшін минус таңбасын қарайық. Синус пен синус бетта бар. Бізде мына екеуі бар екен, бірақ бұл екеуі минус 2 синус альфа синус беттаны береді. Қысқарайын деп тұрған, сонда мынау біреу плюс, біреу минус, иә. Енді мынадағы не қысқарайын деп тұр? Синус альфа косинус беттамыз міне минус пен плюс тұр. Осы екеуі қысқарады, мына екеуі бізде қосылып кетеді. 2 косинус альфа синус бетта болады. Бұл жерде тағы екілеріміз қысқарады, және синус бетталарымыз қысқарады. Не қалайын деп тұр? Минус синус альфа мен косинус бетта. Ой, альфа. Синус пен косинусты қатынасы бізде тағы да тангенсті береді. Сонда минус тангенс альфаға тең.